Бұл видеоны түсірудегі мақсатым сіздерді түсіріп, мотивацияларыңызды кетіріп, өздеріңізге күмән келтіру емес. Бұл видеоны түсірудегі мақсатым сіздер бір уақыт ойланғандарыңызды қалаймын да. Қай жаққа келдім мен, енді не істеуім керек. Енді біздің задачамыз не? Біздің задачамыз қалған, осы бізде 35% уақытымыз қалды ғой, осы жылдың бітуіне. Соған дейін дем алмай, үздіксіз мақсаттарымызға қарай жұмыс жасау. Мысалға, сіз тренировкаға барам деп жүрсіз. Менде де минус бар. Мен тренировкаға барам дедім. Осы жылы көп пропуска жетіп қойдым да. Бірақ қазіргі таңда соңғы 2 апта болды, мен ешқандай тренировкадан қалмай үздіксіз барып жатырмын. Мен өзіме де сөз беремін. Енді мен осы жылдың соңына дейін себепсіз тренировкамды өткізбеймін и үздіксіз барам. Содан кейін сіздермен результатымды өзім бөлісетін боламын. Келесісі мен осы жыл өзіме 25 кітап оқимын деп сөз берген болатым. Осы жылы тек қана 10 кітап оқыдым. Енді мен қалған 15 кітапты соңына дейін жеткізуім керек. Көбірек кітап оқып бастауым керек. Тура сол сияқты мен арабша оқып үйренемін деп өзіме сөз берген болатым. Қазіргі таңда Құранға түстім, бірақ та мен әлі жетік білмеймін. Осыны жетік жақсы оқуға мен соңына дейін жеткізуім керек. Инстаграмға осы жылдың соңына дейін мен өзіме 300 мың подписчик жеткізгім келеді, жинағым келеді 300 мыңға дейін. Қазіргі таңда 52 мың подписчик, ең қиын ол басы, соңына қарай оңай. Бірақ та мен енді бұдан да қатты әрекет жасап, бұдан да тиімді болып, өзімнің Инстаграмға деген подписчигіма деген целіме жеткізуім керек. Тура сол сияқты осы жылы мен YouTubeқа өзіме 50 мың подписчик жинағым келеді. Бірақ та 50 мыңға жеткізу үшін мен үздіксіз осындай видеоларды көп салуым керек. Сол сияқты сіздерде де бүкіл мақсаттарыңыз, цельдарыңыз болса, барлығын сіз жазып шығуыңыз қажет. И соған қарай әрекет жасау керек. И соңында әрине не қойымыз керек? Өзімізге вознаграждение дейді, яғни соңында өзімізге сый қойымыз керек. Мысалға мен осы заттардың барлығына қол жеткізетін болсам, өзіме бір керемет сый бар. Менде қазір көлігім, автокөлігім ол BMW X5 M50 болса, оның бағасы қазіргі таңда 55-60 миллион теңге сатылатын болса, енді мен ол машинаны сатып, өзіме одан да мықты машина алғым келеді. Ол қандай машина? Ол Lamborghini Urus'ты алғым келеді. Құдай қаласа, оған қол жеткіземін деген ойдамын. Ең бастысы жаңа әрекеттерді дұрыс жасасам, кәсібімде, өзімнің жеке брендімде, дамуымда мен егерде ешқашан тоқтамай үздіксіз жұмыс жасайтын болсам, ол мақсатыма міндетті түрде қол жеткіземін. Енді андайда кез келген адам өзінің армандағы машина қол жеткізуге болатын оңай лайфхак ол просто машина ішінде елестету. Просто алыңыз да, өзіңіз қалайтын машинаны автосалонға барыңыз да, отырыңыз да, просто елестетіңізші. Осымен кетіп бара жатсыз, қасыңызда достарыңыз қарайды, сен крутой болып кетіпсің, сен андай машина алыпсың ғой. Өзіңіз мойындатқыңыз келетін адамдардың вау деген сөзін есту, ол өте қатты мотивация береді да. Осы заттарды елестетіңіз. Мысалы, мен өзіме елестемін да. Прикинь, мен Lamborghini Urus'пен жүрсем, бүкіл подписчиктар маған айтады, біз көріп жүрген Еркебұлан көтеріліп кетті вообще. Біз көріп жүрген Еркебұлан Дубайда жүретін, елдер арендаға алатын машинамен Алматының көшелерінде жүр деген сияқты ой келеді да. И бұл зат мені өте қатты мотивировать етеді. Сол мақсатымызға қол жеткізуге максимально жұмыс жасаймыз. И тоқтамаймыз ең бастысы. Сіздер тоқтамаңыздар и сөз беріңіздер өздеріңізге. Комментарийға жазыңыздаршы, неге қол жеткізесіздер, қандай сөз бересіздер. Сөздеріңізге тұрыңыздар. Ең бастысы ол нәтижеге қол жеткізу емес, ең бастысы үздіксіз әрекет. Егер де видео ұнаса, каналымызға тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар және де комментарийға осы жылдың соңына дейін жету керек мақсаттарыңызды жазып кетіңіздер. Мен барлығын оқимын. Менің мақсатым үлкен, мықты, дамитын кәсіпкерлер аудиториясын құрау, солармен бірге даму, солармен бірге олар да арман мақсаттарына жетеді. Мен де өзімнің арман мақсаттарыма қол жеткізгім келеді, яғни бірге дамайық. Сол үшін де келесі видеода кездескенше сіздердің қолдауларыңыз осындай видеолардың сапасын арттыра береді.